мыңдаған халықтың арыз шағымы тілегіне орай арнайы мәлімдеме жасағымыз келіп отыр. Бүгін Аманат фракциясының осы мәжілістарына жиын өткіздік. Осында келген әріптестерім куә. Осы жазда біз өңірлерді аралағанда әсіресе Шығыс Қазақстан болсын, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Абай облысы, Жетісу ең көп қойылған сұрақ біз осы уақыт белдеуіне байланысты. Бұрынғы уақыттың қайтарылуын талап етіп жатыр. Енді бәлкім Қостанай, Қызылорда, Батыс Қазақстан үшін осы уақыт белдеуі ыңғайлы шығар, бірақ шығыс үшін тиімсіз. Біздің Шығыс Қазақстанда таңғы 2:30-да таң атады. Сиырдың мөңіреген дауысына оянасың. Кешкі 5-6-да тас қараңғы. Бізде де 2-ші ауысымда, 3-ші ауысымда оқитын оқушылар бар. Олар қалай айтады? Ауыл жерлерде тіпті көшелерде жарық жоқ. Енді жер үлкен болған соң география бойынша бұл уақыт белдеу алдын ала зерттелу керек еді. Денсаулыққа қаншалықты зиян екені, қанша энергия біз артық шығындап жатырмыз. Сондықтан енді бүгін арнайы фракцияның жиын өткіздік. Уәде еткендей өздеріңізге алдағы уақытта осы парламенттің жалпы отырысында тыңдау өткіземіз. Үкімет мүшелері, ғалымдарды шақырып, мамандарды шақырып, нақты сіздерде ұсыныстарыңыз болса айтыңыздар. Осыны бірге ақылдасып, үкіметтің бір нақты шешім қабылдауына ықпал ететін боламыз. Жазда Абай облысында халықпен кездесулер өткізгенде ең көп көтерілген сұрақтың бірі бұл уақытты кері қайтару. Өйткені бұл қазір халыққа қолайсыз, денсаулығына кері әсер етіп жатыр. Сондықтан да біз үкіметтен осы уақытты қайтаруды талап етеміз. Тіпті болмай жатса, қысқы жазғы уақытты кіргізсін. O da бізге шешім болып табылар еді. Дәрігер ретінде айтқым келеді, енді адамның организміне, денсаулығына үлкен зиян келтіреді осы уақытты ауыстыру.